Академия Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институтының колледжінің қырандығы Мұхтар Әуезов роман эпопеясынан үзінді. Алина сәлем қаламқас, саған құрбан болайын жас. Сағынғаннан сен ойлап, көзге ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар артылмас. Бір өзіңнен басқаға ынтықтығым айтылмас. Асыл адам айнымас, бір бетінен қайрылмас. Көрне сенде, көрсенде, көңілім сенен айрылмас. Қыздар, Құнанбай қажының баласы Ибрахим келе жатыр. Иә, Абайла келе жатыр, және оның досы Ербол келеді. Бәрекелді. Алайсыздар, жігіттер. Осы ауылда бүгін көңіл көтерейік. Уа, Абай сынды қыз құрдастары мен жігіттері армысыңдар. Ассалаумағалейкум. Жолың болсын. Ан аулап жүріп, мен Абай атамыздың саза өніне құлағым шалынып ат басын бұрдым. Сол жақта Тоғжан есімді ақылына көркі сай және оның құрбы құрдастарын сынауғалы келіп отырмын. Баяғыда мен сияқты бір жігіт ан аулап жүріп, бір үйдің жанына тап болады. Ақбоз үйдің жанында үй иесімен амандасып төрге шығады. Үй иесі кел мысығым дейді. Жолдан әбден шаршаған жігіт көзі ілініп ұйқыға кетеді. Тұрғызарда тұр арыстаным дейді, қоштасарда қош шешенім дейді. Неге олай айтқан үй иесі? Сынамаққа келген болсақ, бейтаныс жігіт. Бірінші сұраққа жауабым. Аңшы жігіт бейтаныс үй қалай қарсы алады деп мысықша кірген болады. Екінші сұраққа жауабым. Сусыны қанып, қымызға тойған, көңілі орнына түскен жігіт арыстанша айбаттанып ұйқыдан тұрған болады. Үшінші сұраққа жауабым. Бар білгенін, көргенін еліне айтып барар. Үй иесіне айтқан жауабым осылай деп жауап алады. Бәрекелді. Ризамын жауабыңызға, Тоғжан қыз. Алтыбақанға келіңіз, аңшы жігіт. Сірә Абай ақынның сүйсінбейтін жастар, өлеңін сүйсінбейтін жастар сірә аз шығар. Ақалы ақын ортамызға келіп қалыпты, неге өлең арнамасқа? Құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәттіге, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсенмен шесей. Қыздар, біздің ортамыздан да бір өлең шықсын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, өмірін тілеуін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтанша, еріншек бекер мал шашпа. Бес ұшпанын білсеңіз, талап еңбектенің, қанағат рақып ойлап бол. Жазды күн шөлде болғанда, көкірай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күкіреп жатқан өзенге, көшіп ауыл қонғанда, шалқынан жатқан жылқының шалғынан жөні қылқылдап, ат биелер айырылар, бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрса шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай, айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен қаз үйрек, қыз келіншек үйтігер,